Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Расында Алла тағала жәннатқа кіргізем деп уәде еткен адамдарын көретін болсақ, олардың ішінде ең алғашқылары Алла тағаланың парыз еткен нәрселерін орындаушылар. Осы адамдар келді. Бұл 5 парымыздың біріншісі иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру және қажылық жасау дедік. Осы 5 шарт. Осы 5 шартты шамасы келген адам орындау керек. Дүние мүлкіне қатысты ғой енді соңғылары зекет пен қажылық. Бірақ шамасы келген адамдар бұларды орындау керек. Хадис шарифте «Вас'алуллахал фирдаус фа иннаха а'лал жанна». Алла тағаладан сұрайтын болсаңдар, фирдаус жәннатын сұраңдар, өйткені ол жәннаттың ең жоғарғысы деп айтқан. Құран Кәрімде Муъминун сүресінде Алла тағала баяндайды. Муъминдер құтылды дейді ең бірінші. Олар намаздарын Алла тағалаға жалбарына отырып, Алланың ұлылығын сезіне отырып оқушылар дейді намаздар. Одан кейін олар бос сөздерден аулақ болушылар дейді. Одан кейін «Валлазина хум лиззакати фаилун» деген. Олар зекеттерін берушілер. Зекетті уақытылы орындаушылар деп айтты. Демек не екен? Зекетті орындау деген сөз, зекетін беруі уақытылы, бұл адамды фирдаус жәннатына кіргізетіндігі. Аяттың жалғасында келе-келе соңын көрсеңіз, «Улаика хумул варисун аллазина ярисунал фирдаус хум фиха халидун». Міне солар мирасқорлар, яғни мұрагерлер, фирдаус жәннатының мұрагерлері, олар онда мәңгілікке қалады деп айтқан. Мәңгілік тұратын орындар сол фирдаус жәннаты болады деп. Демек, зекет беру адамды жәннатқа кіргізеді екен. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риуаят етіледі, үш нәрсесіз қабыл болмайды дейді. Оның біріншісі «Атиуллаха ва атиур расул» дейді. Аллаға және елшісіне бағыныңдар деген аят дейді. Өйткені мен Аллаға бағынам, Құранның айтқанын істеймін, бірақ хадистегі айтылғандар маған маңызды емес дейтін болса, оның айтып жүрген Құранмен амал етемін деген іс-әрекет қабыл емес дейді. Екіншісі «Анишкурли вали валидайк» дейді. Маған және ата-анаңа алғыс айт деп айтқан Алла тағала. Не екен? Демек, Аллаға шүкірлік ету керек, ата-анаға үнемі жақсылық жасау керек. Ата-ананың қолынан келгенше қарызын төлеп беріп, солардың қызметінде болып, дүниеден өткенше солардан қызметтен тайынбау керек, дүниеден өтсе арттарынан дұға жасау керек. Мінекей, кімде-кім мен Алланың діні болған намазын оқимын, парыздарын өтеймін, бірақ ата-анама қараспаймын деп тастаған адамның намазы, тілек дұғасы қабыл емес дейді. Үшіншісі «Ақимус салата ва атуз заката» деп айтылады. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер дейді. Кімде-кім мен намаз оқимын, бірақ зекет бермеймін дейтін болса, оның намазы қабыл емес деп айтқан. Демек не екен? Бұл екеуі 37 жерде намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп берген Құран. Бірге келгендіктен бірге орындалу керек. Зекет беруге шамасы келген адам намаз оқып жүрген болса да, уақытысы келгенде зекетін беру керек. Оны бермейтін болса, Ибн Аббастың жеткізген риуаятына сай болып, намазы да қабыл емес халге келіп қалады екен. Бұл нәрсеге мұсылман адам мән бергені жөн екен.